Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Ай жарығы төгілген ғажап түн еді бұл. Сол түні Гаухар ұяла тұңғыш рет жігітке мойнынан құшақтатып, балғын ернінен алғашқы рет сүйгізіп еді. Бас айналып кеткен, айда шыр көбелек айналған, тоқтаусыз айналған, жылдам айналған. Қимай екеуі қоштасқан, екеуінің арасын бөліп тұрған арық қана болатын, тіпті елеусіз еді. Сол күні олар өмір өзенінің екі жағына ажырап кеткендерін білмеген, тіпті де ойламаған еді ғой. Күнде көтеріліп, бүкіл ауыл малдарын өріске айдап, абыр-сабыр болып жатқан кез, арықтың бойында киімі жыртылған, ес-түссіз жатқан сұлу қызды әуелі ауылдың ойын балалары байқап қалған. Әне, ана жерде біреу өлгелі жатыр. Жоқ, өліп қалыпты, деді екіншісі. Қазан ошақтың маңында жүрген бір-екі әйел, ойбай, мынау әлгі жетім қыз ғой, деп беттерін шымшылап, екеуі екі жаққа жүгіріп кеткен. Бір сұмдықтың болғанын байқап қалған ер жігіттер бойжеткеннің балғын денесін көргеннен кейін теріс айналған. Бұл сұмдықты кім істеді? Кім істесе де Құдай атсын. Кемсең етіп жылағандары да болды. Гаухар ес-түссіз еді. Ауылда қайбір милиция бола қойсын, сельсовет те жоқ екен. Ауыл адамдары шарасыздықтан не істерлерін білмей тұрған. Сол кезде мектепте физкультурадан сабақ беретін Алан деген жігіт жетіп келіп, сендерге бұл не, цирк па? Тараңдар, бәрін өзім реттеймін. Бұл менің педагогтық парызым. Қане, тараңдар деп, үстіндегі жейдесін шешті де, шала жансар жатқан қызды орап, үйіне қарай алып кетті. Жиналған жұрт қарап тұр. Бойжеткеннің әппақ, топ-толық балтыры қып-қызыл қан еді. Ойбай, мынаны қара деген дауыстан ойы бөлініп кетті. Жан-жағына қараса, бағанағы торғай шиқ-шиқ етіп кафенің ішінде ұшып жүр. Бәлесін қарашы, жылы жерде әбден кептіріп алған соң ұша бастады, деді жігіт. Ұшсын, торғай екеш торғай да ұшу үшін жаратылған, деді сұлу қыз. Гаухар аз-кем жан-жағына қарап отырды. Көзі бір сәт кафенің қабырғасында тұрған, шашын жайып жіберген сұлу қыздың бейнесі бейнеленген картинаға түсті. Дәл маңдайынан бөлінген бетінің бір жағы ақ, бір жағы қап-қара. Менің сұрғылт ойларымның ішінде жылап отыр жараланған періште. Ақберген деген жазуды ап-анық оқыған Гаухардың жүрегі дір-дір етіп кетті. Терезеден қараса, жаңбыр да бәсеңдеп қалыпты. Орнынан тұрды, еш сөз айтпастан қыз бен жігіттің жанына келді. Сонау бір жылдары күйеуі сыйлаған жүзікті саусағынан шешті де екі жастың ортасына қойды. Бұл не, апай, деді ботагөз. Сендерге сыйлығым болсын. Жоқ, апай, деді Бауыржан. Бізге ешқандай сыйлықтың керегі жоқ. Осы кезде олардың жанына келген даяшы жігіт Гаухарға қалдырып кеткен ақшасын болмай алғызды. Апай, деді ботагөз күлімсіреп. Сыйлығыңызды қабыл ала алмаймыз біз. Тек ренжімеңізші. Рас айтасың сіңілім, деді күрсініп. Бұл жүзік маған да бақыт әкелмеген. Сендерге өз жүзіктерің бақыт әкелсін. Рахмет, апай. Мүмкін бізбен отырып шәй ішерсіз, деді Бауыржан. Гаухар көздері боталап, екі жасқа қарап, үн-түнсіз кафеден шығып кетті. Торғай шырылдады. Далаға шыға салып, кең тыныс алғанда, аспан ала тақияланып, көк көйлегінің етегі көрініп қалыпты. Желкем жел дым бүркеді.
Гаухар тобығымен су кешіп жүріп келе жатып, қолындағы жүзікті лақтыра салды. Қанша уақыт жүргені белгісіз, автобустардың аялдамасына келді. Аялдаманы паналаған адамдар өте көп. Новостройка аэропорт, базар, обл больница, барахолка, саяхат, стеклянка, восточный деп айқайлаған дауыстарға жалт қараса 5-6 микроавтобустар тұр екен. Елеусіз келді де біреуінің ішіне отыра салды. Топырлап адамдар мініп жатыр. Көп ұзамай автобус орнынан қозғалды. Ығы-жығы. Бір кезде олар қала сыртына шықты. Автобус ішіндегі адамдар сирей берді. Оның жанына 14-15 жасар әдемі бала келіп отырды. «Әй», деді 5-6 фляктың ортасында тұрған әйел. «Сен қымыз апарып жүретін Туна апайдың хозяйкасы емес пе? Өзі ішіп алған ба немене? Есің дұрыс емес сенің. Шіріген байдың қатыны емес пе? Олар автобусқа мінбейді. Қайсы дейсің өзі?» деп мойнын созып қояды. Әне, 11-ші маршруткаға мінді. Қақалып шашалып, қайықтай шайқалып, ақ газель орнынан қозғалып кетті. «Апай, сіз 7-ші дачаға бара жатырсыз ба?» деді жанына отырған бала. Гаухар үндемеді. Деді бала. «Сіз Старая крепостқа бара жатырсыз ғой. Ол жақта бүлдірген көп өседі. Иә, апай, бізден ары қарай 7 остановка жер ғой». «Иә», деді баланың көңілін қимай. «Өзің қайда барасың?» «Атам, апам үшеуміз 7-ші дачаға барамыз. Менің көгершіндерім бар. Қаласаңыз, сіздің де немереңізге берейін. Менің есімім Мағжан». Гаухардың басы шыңылдап, жүрегі солқ-солқ етті. «Қарағым-ау, қайдағы немере? Менде бала да жоқ қой. Менде енді ештеңе де жоқ. Қайратым да жоқ. Мен бәрін де жоғалттым. Мен енді тірі өлікпін. Аспанда, жерде енді менікі емес. Мен сорлы бір әйелмін. 12-де бір гүлі ашылмаған бой жеткен едім. Енді міне». Терезеге қарап кетті. Күн ертіске қарай еңсесін түсіріп келе жатыр екен. «Апай, апай», деді Мағжан оның білегінен тартып. «Сіз білесіз бе, менің атам жазушы болған кезінде. Бірақ мен кітаптарын оқыған жоқпын. Бәлкім сіз оқыған шығарсыз. Апам бәрін өртеп жіберіпті. Мүмкін сіз оның Париждің ғажап әтірі деген алғашқы кітабын оқыған шығарсыз. Оны қайдан табуға болады? Егер тауып жатсаңыз, біз 7-ші дачада тұрамыз. Көгершін асырайтын Мағжан десеңіз, елдің бәрі біледі. Сіздің немереңізге ең таңдаулы көгершінімді берем. Тек атамның сол кітабын тауып беріңізші. Атам соған ашуланып, кешке шейін арақ ішеді. Өзі маған ұят екен. Қойсашы ата десем, кітабымды тауып берші деп жылайды». Гаухар баланың басынан мейірлене иіскеді. «Аман жүр, балақай». «Апай», деді Мағжан күлімсіреп. «Немереңіз алыста ғой, сіз оны сағындыңыз ғой». «Иә, қарағым, мен оларды осы уақытқа дейін көп күттім. Енді мәңгі сағынатын болам». «Не?» деп Мағжан шошып кетті. Әлденеге ыңғайсызданғандай екі беті ду-ду етіп қызарды. Басын қаси берді. Осы кезде жандарына тізесі шыққан, трико киген, шолақ жең жейдесі әбден тозған, көз алды көл-көл кеткен, басында ши қалпағы бар Мағжанның атасы келді. «Макс, бағанағы апаңнан тыққан шөтешке қайда? Әкелші, бір ұрттап жіберейін». Бала ұялғаннан бетін баса қойды. Ата, кетші, өтінемін». «Макс, құлыным, берші, бір-ақ рет ұрттайын». Бала атасының кетпейтінін білді ме, қолындағы пакетінен ақырын құтыны шығарды. Шал тізерлеп отыра қалды да қылқ-қылқ еткізді.
Қолдары дірілдеп, құтының аузын жапты да, кешіріңіз қарындас деді. Гаухар үндемеді. Терезеден ертіс жаққа қарады. Сирек қарағайлардың арасынан жалт-жұлт етіп бір сәуле көрініп қалады. Автобус тоқтады. 7-ші саяжай деп өңешін созып қойды. Толықша келген кондуктор келіншек. Жолаушылар түсіп жатыр. Сау болыңыз, апай, деді Мағжан басын қасып. Бізге қонаққа келіңіз. Көгершін асырайтын Мағжан десеңіз, бәрі таниды. Атамның кітабын іздестіре жүріңізші. Я, апай. Гаухар қолын созып, баланы өзіне тартты да, баланың маңдайынан мерлене иіскеп алды. Бірақ бір ауыз сөз айтпады. Айта алмайтында еді. Тіл көзден аман жүр, балапаным. Мен сіз жайлы керемет повесть жазам, қарындас. Есіңізде болсын, сосын бірге отырып виски ішеміз. Әдірам қалғыр қақпас, қайдағы повест жазған саған. Алдымен басыңды жазып алсаңшы. Таңертең картошка қазсаң, 100 грамыңды берем. Шынымен 100 грамм бересің бе? Түстедім ғой. Шық, шық, деді бәйбішесі. Шал жерге түсті. Қарындас, мені ұмытпай жүріңіз. Мен сіз жайлы повесть жазам. Апай, сау болыңыз деп қолын бұлғады Мағжан. Сіз түспейсіз бе? Деді етжеңді кондуктор әйел. Мен старая крепостьқа барам, деді бар күшін жиып алып. Кондуктор әйел оған тесіле қарап алып. Сізді бұрын соңды көрмеп едім ғой. Туыстарыңызға бара жатырсыз ба? Гаухар үнсіз басын изеді. Жүрегі шаншып, қайдағы туыс менде, құдайым-ау, қайдағы туыс, жер жақанда жалғыз қалдым ғой. Жалғызбын, жалғызбын, жалғызбын. Автобус тас жолда тасырқамай келеді. Гаухардың көзі қып-қызыл боп, ертіске батып бара жатқан күнге түсті. Шопыр жігіт магнитофонды іске қосты. Даусын күшейткені соншалық салонның іші жаңғырып кетті. Кінәламаймын, жаным, сені, Қайрат. Сен мені іздеп келдің ғой. Сол күні терезеден секіріп түссем, мәңгі сенімен бірге болатын едім ғой. Кінәламаймын сені, Қайратым-ау, кінәламаймын. Кінәламаймын деп айқайлап жібергенін өзі де байқамай қалды. Ақырындатшы, деді кондуктор келіншек күйеуіне. Музыка ақырындады. Мен сізге ыздачаңызды қайтарып бергенмін, деді. Гаухар күреңкіткен ертіске қарап отыра берді. Кондуктор әйел сұқ саусағын шекесіне апарып айналдырып қойды. Есі дұрыс емес қой деймін. Өмірім менің сұрақтардан құралған. Көңілімде мұң, мұңсыз өмір сүре алман. Сенімім мені шырақ жағып тұралдан. Ұсынумен тағы бір арман. Шіркін-ай, деді шопыр жігіт. Майкл Джексон дейді бәрі. Ән айтса, осы Мейрамбекте келтіріп айтпай ма? Иә, деді кондуктор келіншек. Баяғыда студент кезімізде осы Мейрамбек құртақандай бала, бос торғай деп ән айтқанда жылаушы едік қой. Есімде бар, деді шопыр жігіт. Студент кезімізде сені сонау Каменкадан Ленин сарайында болған тамашаға апарып едім ғой. Әкеңнің бостан босқа нархозда оқыдым. Сен де 5 жыл Женпиде босқа оқыпсың. Шүкірде, шалау, шүкірде. Балалар жетсін, қолымыз босайды. Қайдағы босаған? Сен қатында қайдағыны айтады екенсің. Осы кезде автобустың алдына бір джип пен Мерседес кеп тоқтай қалды. Өңкей, қара костюм киген еңгезердей 5-6 жігіт келіп жетті. Ойбай қатын, рекет келді. Ақшаны тық. Құдай-ай, рекет деген жоғалып еді ғой. Бұл қайдан шыға келді? Милицияға звонда, милицияға.
Еңгезердей Дима есіктің екі езуін екі жаққа айырып жіберді де ішке кірді. Гаухар айқайлап жіберді. Жоқ, жоқ! Қолымен орындықтың темірінен мықтап ұстап алған. Жоқ, жоқ, бармаймын. Алан екі оққағарымен ол да автобустың ішіне кірді. Кірді де Гаухарды отырған орындығымен қоса қопарып жұлып алды. Гаухар оның бетін қан жосағып тырналап жүр. Сонда да қарамады. Кондуктор әйел айқайлап сөйлеп келе жатыр еді. Бір оққағар пистолетін шығарып, үндеме дегендей белгі берді. Әй, деді шопыр жігіт. Біз бұл автобуста арендаға алғанбыз. Хазайынға қалай төлейміз бұны? Убери, деді пистолет ұстаған жігітке Алан. Ал сіз, братан, бізді көрген жоқсыз. Ақша керек бе сізге? Деп әр қалтасынан бір пачка көк доллардан ұстата салды. Бұл менің сіздерден кешірім сұрағаным. Игілігіңізге жұмсаңыз. Еш сұрауы жоқ бұның. Олар Гаухардың айқайлап жылағанына қарамастан оны автобустан алып түсіп кетті. Шопыр мен кондуктор әйел бір сәтке үнсіз орындарында сілейіп тұрып қалды. Жаңағылардың көліктерінің шуылы біраз естіліп барып басылды. Әлгілер кетті ме, деді күйеуі сыбырлап. Не, қорқып тұрсың ба, деді әйелі мырс ете түсті. Жоға, мына ақшаны не істейміз дегенім ғой. Ол ақша енді сенікі. Қайтып кеп, әкең процентімен қайтар демей ме? Сен де қайдағын айтасың ау. Оларға ақша керек жоқ. Сені де, мені де, ешкімді де іздемейді. Олардың жоғы басқа. Әй, пәлсапаңды соқпашы. Ішім жанып бара жатса, қайдан білесің? Бұл постановка шығар. Не деген байлық шашылып жатқан. Ондай болса, ана еріккен қатын біздің автобуста неғып жүр? Ол еріккен әйел емес. Ол нағыз, бақытсыз әйел ме деймін. Әй, мынандай ақшамен адам бақытсыз бола ма екен, деді күйеуі уысындағы ақшаны сілкіп. Айтарын айтса да, өн бойындағы қорқыныштан арылар емес. Бір орында сілейіп әлі тұр. Сен де айтасың ау. Сен бе, әйелдің жанын түсінетін? Білем ғой мен сені. Өмір бойы бірге келе жатырмыз ғой, деп терең күрсінді. Көзіне жас алды. Қараңғы түсіп келе жатыр еді. Қараңғы. Сол қараңғының құшағында Гаухар да бар еді. Кең төсекке әкеп жатқызып, білегінен әр жерінен укол салған. Сөйлей де алмай, қыстығып жылай алмай, сұлқ түсіп жата берді. Қол аяғы үйіп барады. Ай сәулесі молынан төгіліп тұр. Бірақ Гаухардың көз алды сонау бір қарғыс атқыр түндегідей қап-қара болып кетті. Құлағына ән үзіліп жетті. Келемдеші, күнім, келемдеші бүгін. Күн көзін ашып алған, төңірек ақ қанаттанып, түнемелдің ішінде әр жерден күміс шыршықтар ойнай бастаған. Дәрігер, оянды, деді күтуші әйел. Гаухар көзін сәл ашып, мен қайдамын? Туна апай, деді. Құдайға шүкір, үйдесің, өз үйіңдесің. Ақылың бар ғой сенің, айналайын. Бекер болды, апай. Бекер ғой, бекер. Айқайлай алмай, қайта талықсып кетті. Сол жатқаннан Гаухар келесі күні түсте бірақ көзін ашқан. Бұл жолы сергек, тіпті ештеңе болмағандай қайраттанып, өз аяғымен тұрған. Бойына бір күш біткендей. Есік ақырын ашылды.
бір себет гүл көрінді. Вася аға екен. Айналайын, қызым, сені оятып жібердім бе, деді өзінше сабырлы болғансып. Гаухар жауап қатпай терезе жаққа мойнын бұрып еді. Екі дәрігер келіншек ұйықтап жатыр екен. Үстілеріндегі ақ қалаттарын да шешпепті. Қызым, деді Вася, даусы дірілдеп. Мынау өзіңе әкелген гүлім. 4 жыл баптап өсіріп едім. Сен бұл үйден кетсең, мен де кетем. Бір күнде тұрмаймын, деп кемсең етіп жылап жіберді. Айналайын, қызым, осы үйде маған дұрыс қарайтын сен ғанасың. Сен кетсең, мен жетім шал болып қаламын ғой. Гаухар үндемей келіп құшақтады. Шалдың селкілдеген екі иығынан сипады. Жылағысы келді, жылай алмады. Көз жасы суалған. Сіз шығыңыз, деді оянып кеткен дәрігер. Шалдың жеңдерінен тартқылап. Жоқ, деді Гаухар тістеніп. Сендер өздерің шығыңдар. Гаухар Өмірзақовна, деді егделеу келген біреуі. Сіздің қан қысымыңызды өлшеуіміз керек. Мен шығайын, қызым. Бұлар дәрігерлер ғой. Әбден қаралып алшы, балапаным, деп шал шығып кетті. Екі дәрігер екі жақтап қан қысымын өлшеп әлек боп жатыр. Сіздер мені әурелемеңіздерші. Жатып демалайын, деді Гаухар. Екі дәрігер біраз қарап тұрды. Гаухар жамылғысын бүркеніп, орнына барып жатып қалды. Жым-жырт, есік сарт етіп жабылды. Қанша жатқаны белгісіз, Диманың жөтелгені естілді. Жамылғыны сыпырып қараса, еңгезердей оққағар терезенің алдында тұр екен. Ей, скотина, деді Гаухар ызаланып. Ко мне. Дима 2-3 аттап жақындап келді. Бет аузы тырналған, жоса. Сен менен 2 жыл бұрын $5000 ақша алдың ба? Дәл солай. Сол ақша өзіңе қалсын, бірақ бір шартым бар. Ешкімге білдіртпей, маған у әкеп бересің. Егер де әкелмесең, бақшаның ішіне басыңа дейін көміп, Вася ағай аузыңа 3 мезгіл су тамызып отыратын болады. Егер де Қайраттың басынан бір тал шаш түсетін болса, мен сені өзім оңдырмаймын. Бұның бәрін істеген сенсің. Енді өзің жауап бересің. Да вы что? Деп Диманың көзі бақырайып кетті. Бар, у тауып әкел маған. Бірінші қабатта Алан 10 шақты нотариус пен заңгерлерді жинап, таңертеңнен бері отыр еді. Көңілі алаң. Диманың төбесі көрінді. Аланның бойы мұздап кетті. Тыныштық па дегендей оққағарға сұраулы көзбен қарады. Дәу Дима басын изеді. Ал, мырзалар, деді Алан маңайындағыларға шолып қарап. Бәрі реттелді ме? Глобус кен орнын сіздің жұбайыңыздың атына жазу үшін директорлар кеңесінің жиыны міндетті түрде қажет. Бұл мәселені ертең бүрісігінге қалдырайық, деді бас заңгер. Ит жесін ол глобусты. Оларға да, ит құстарға да бірдеңе қалдыруымыз керек қой. Алан Рахметович, кешіріңіз, мен үйге бармасам болмайды. Әйелімнің дәрі-дәрмектері таусылып қалыпты. Саған ақша керек пе? Деп қалтасынан бір уыс көк қағазды ұстатты. Ал, қысылма. Бүгін үйіңде бол. Бүрсігүні Гаухардың туған күні. Күзетті бақыларсың. Бар, сенерім сенсің, Дима.
Оққағар уысындағы ақшаны қатты қысты да, миығынан бір күліп, үйден шыққанда күннің сәулесіне қарай алмай, көзін жұмып тұрып қалды. Надоели вы богатые. Жалғыз күннің жылы сәулесі кереуетте жатқан Гауһарға да түсіп еді. Ол да кірпіктері дірілдеп, күнге қарсы қарай алмады, ойланды, ұзақ, ой үстінде еді. Автобуста көрген жазушы ойына орала кетті. Әдеби кеш болған, орта бойлы, жіңішке келген, көзі дөңгеленген, шашы бұйра, Париждің ғажап әтірі кітабының авторы студенттермен кездесуге келген. Саты-саты орындықтарда отырған студенттер орындарынан тұрып қол соққан. Гауһар қозғалмады. Жазушы да, оқырмандар да сөйлеп жатыр. Гауһарға бәрібір. Адам тағдыры деп қояды ғой мына жазушы. Адам тағдырын қайдан білсін ол? Бір кезде Гауһардың даусы қатты шығып кетті. Адам тағдырын қайдан білесің? Не деді жазушы, күлімсіреп қарап. Маған бірдеңе дедіңіз бе? Гауһардың екі беті қып-қызыл боп дуылдап кетіп еді. Есік тықылдады да, дәл бір жас жұбайларға ұқсап, Туна мен Вася ағай кіріп келді. Қолдарында шағын табақ. Гауһаржан деп күлімсірей сөйледі. Мына Вася ағайың ақылды жігіт екен. Кеше таңертең қолымды сұрай келіпті. Гауһаржанға саржалдың жақсы бір қымызын әкеп бер. Оны қызым 2-3 кесесін ішсе, сенен басқа ешкімді любить етпеймін. Солай ғой, Василий Иванович, деп сықылықтап күлді. Так точно, мадам Вуаля. Гауһар күлген болды. Кәне қызым, деп Туна үлкен бір тостаған қымызды өз қолымен Гауһардың ерніне тақады. Беті көпіршіктенген, хош иісті, балдай қымызды тоқтамай сіміргенін өзі де байқамай қалды. Қыстығып тұрған кеудесі кеңіп сала берді. Маңдайынан шып-шып тер шықты. ЗАГСке кеттік пе, деп бағбан шал күтуші әйелге қулана бір қарап қойды. Кет әрі, қақпас. Не дейсіз, апай, деді Гауһар. Ойбай, келші, Василий Иванович. Жаңағы суық қазымыз қайда? Гауһаржан дәмін татсын. Міне, ыстық бауырсақ. ЗАГСте мына қақпаста қайда қашар дейсің? Сен тамақтанып алшы. Гауһар тағы бір кесе қымыз ішіп, бауырсақ пен қазыдан біраз жеді. Ой, апай, шаршадым. Ұйқым келіп тұр, деп есінеді. Ұйықта құлыным. Кәне, жамылғыңды жауып берейін. Есінеді келіп, әшейінде күніне 40 рет қырқысатын бағбан мен күтуші әйел ыдыстарын көтеріп шығып кетті. Олардың әртіс боп ойнап жүргенін Гауһар сезген жоқ. Гауһар жалғыз есінеді. Кірпіктері айқаса берді. Терезе жақтауында гүргір етіп, қанаттары сатырлап, бөлмеңе кіргізші дегендей екі ақ көгершін көрінді. Гауһардың мойылдай қара көздеріне бір сәтке қуаныш ұялағандай болды. Мынау кеше автобус ішінде кездескен сүйкімді баланың көгершіндері ғой. Аты кім еді? Мах. Иә, Мағжан. Мен қазір орнымнан тұрамын да, осы қарғыс атқыр үйден ештеңе алмастан 7-ші дашадан сені тауып аламын, балақай. Апаң мен атаң айт, сенің жазушы атаңды білемін. Студент кезімде көргенмін. Тағдыр деген осы екен ғой. Есік ашылып, еңсесі түсіп кеткен, сақал мұрты өскен алан кірді. Қасында 2 нотариусы бар. Гауһаржан, деді міңгірлеп, барлық имуществоны сенің атыңа жаздым. Міне қағаздары, деп жанына әкеп қойды.
Келіншегі орнынан атып тұрды. Қалш-қалш етіп, жоғал хайуан. Қағаздарды бетіне лақтырып жіберді. Нотариустер жердегі парақтарды жинап жатыр. Шық, иттің баласы. Шық, жолыма тұрма. Кетем мен бұл үйден. Төсегіне ет бетімен түсіп ұзақ жылады. Тоқтай алмай жылады. Көз алды қарауытып барады. Қараңғы, қараңғы. Құр сүлдері шыққан Алан бас айналып, баспалдаққа отыра кетті. Екі шекесі солқ-солқ етеді. Көздері қанталаған. Төрдегі жабылмаған терезеден топ-толық ай төніп келе жатты. Сол бір түн деп ойлады. Сол бір түн. Түн жарымда есік қағылған. Аланжан, мен ғой, деп әр жақтағы дауыс сыбырлай сөйледі. Сыртқа шығып кетші. Алан Қайраттың әкесінің даусын бірден таныды. Бойын тез жинап алды. Не керек сізге? Ақырын, Аланжан, ақырын, сөйлесейікші, азаматсың ғой. Иә, азаматпын. Мен ертең ауданға, милицияға барамын. Тек Гаухар есін жинап, сөйлесуге шамасы келсін деп отырмын. Сен бауырым. Шулатайын деп тұр екенсің ғой, деді Қайраттың әкесі тістеніп. Одан не шығады? Мен ұлымды соттатпаймын. Загат контрдың бастығы екеуміз бәрін шешіп қойғанбыз. Біздің айтқанымыз болады. Тіпті болмаса, мойнына алатын адамымызды дайындап қойдық. Өзің үрген ит сияқты далада қаласың. Одан да келісімге келейік. Алан оның сөз төркінін бірден ұқты. Мен сізді сыйлаймын ғой. Мұның жөн, бауырым, деп қайтадан сабырмен сөйлей бастады. Ертең ана қызды алда қалаға кет. Жұмысыңды, тұратын жеріңе жететін ақшаңды береміз. Біздің Загат контрдың жігіттері бәрін өздері жөндейді. Содан кейін біз сені, сен бізді көрмейсің. Қызды оқуға түсіресің бе, өзің біл. Тек менің ұлымнан аулақ әкетсең болды. Бір айдан кейін оны үйлендіремін. Ай дәл осындай топ-толық жап-жарық еді. Дима баспалдақпен төмен түсіп бара жатыр. Артына бұрылып қарағанда жоқ. Әй, Димай, деді іштей. Сен маған өкпелісің ғой, білемін. Басқаларға бір машина бергенде маған қайда дейтін шығарсың. Шетелге сенің әйеліңді емдетуге апарамыз деп шықпаймыз ба мына елден. Терезеден ай жарығы төгіліп тұр. Оққағар артына бұрылып қарамады. Гаухар көзін ашты. Ақ сәуле құйылып тұр. Кең терезеге қарады. Бұл қарғыс атқыр үй ме? Мен қайтадан келгенмін бе? Деп бойын қорқыныш билеп кетті. Көзін жұмды. Есік қағылып, қызым, қалайсың айналайын деген күтуші әйелдің даусы шықты. Таң қалды. Көзі шарасынан шығып, басын көтеріп алды. Әдемі киінген Вася ағай мен Туна тұр. Ерекше бір салтанатқа баратындай сәнденіп киініп алыпты. Үңіле қарады. Сіздер ме? Деп даусы құмығып шықты. Біз балам, деді Вася. Хапи бөздей. Оның не сөз, әй қақпас. То есть Василий Иванович. Мадам Вуаля, бүгін Гаухаржанның туған күні емес пе? Иә, сол үшін келіп тұрмыз ғой. Айтсаңшы қызыма, түнімен екеуміз ұйықтамай, жылы жайда гүл тердік емес пе? Міне, шетелдіктер салты бойынша 5 сантиметр бір жарған гүлді әкелдік. Біздің болашақ семьямыздың атынан қабыл алыңыз. Солай емес пе, Туна? Каму Туна, каму Төлеуғайша Ғазизовна. Жасы келген екі адамның
Дәл бір кәсіпқой актерлардай ойнап тұрғандарын білмеген Гаухар күліп жіберді. Менің жанымды ұғатын айналайын сіздерден. Орнынан атып тұрып, екі қарияны құшақтады. Еңкілдеп жылай алмай қиналды. Қоя ғой, деді күтуші әйел арқасынан қағып. Васяғаң міне, бір себет аса келді. Осы жерде отырып, үшеуден үшеу тамақтанамыз. Кешке қонақтар келеді. Бірақ біз сенімен біргеміз. Сен кетсең, біз де кетеміз бұл үйден деп, көз жасын бір сығып алды. Бағбан шал тез-тез шағын үстелдің үстін жайнатып жіберді. Ортаға француз шарабын қойды. Салфеткамен оралған әдемі 3 фужерді де қойды. Ал қыздар, деді екі алақанымен шарт еткізіп, тойды бастап жіберейік. Құйсаң жей, қақпас. Ой, Василий Иванович. Жарайды, қақпас болайын, бағбан болайын. Мен Гаухаржанның әкесімін. Я, қызым. Я, Васяғай, деп бір сәт Гаухар күлімдегендей болды. Бағбан шалға шынында риза боп қалып еді. Василий Иванович, ну-ка налей, джентльмен мой. Бағбан шал фужерлерге исін бұрқыратып, француз қызыл шарабын құйды. Үшеуі бір-біріне қарап күлімсіреп, үнсіз қолдарындағыны іше бастады. Гаухар ернін тигізіп ұрттап қойды. Бойы жылынды. Біресе бағбан шалдың иығына, біресе күтуші әйелдің кеудесіне басын қойып еркелей бастады. Туна еңкілдеп, жылап жіберді. Қой, апай, жыламаңыз деп айтып қалғанын өзі де байқамай қалды. Жыламаймын, қызым, жыламаймын. Сенің туған күніңе қуанып отырғаным ғой. Құдай қолдап, 40 жасқа да толдың ба? Иә, Қайрат екеуміз бір күні толдық қой. Ол қайда екен қазір? Қайда екен? Бота көздеріне мөлт-мөлт етіп жас келді. Так, қыздар, деді бағбан шал, олардың көңілін аулап. Менің денсаулығым үшін, менің гүлдерім үшін алып қояйық. Әдірем қалғыр, сенің сыпыртқыларың кімге керек? Ертеңі қурап қалады. Ну, мадам вуаля. Апай, деді Гаухар, оның білегінен ұстап алып. Васяғайды ренжітпейікші, оның әдемі гүлдері үшін. Фужерлер қоңыраудай сыңғыр етті. Гаухар осы жолы тауысып ішті. Кешке қонақтар келсе, сіздер не істейсіздер? Не істесе, оны істесін. Біз сенің жаныңда боламыз. Тек мадам вуаля саған бір дәрігер алып келіп еді. Кішкене қарасыншы, қызым. Мен ауру емеспін ғой. Сіздер неге түсінбейсіздер? Ауырмайтыныңды білеміз. Шаршадым ғой, айналайын, деді күтуші әйел. Дәрігер болғанда ол экстрасенс. 5-10 минут қана өзіңнен алыста тұрып, қолдарын жайып тұрады, басқа ештеңе істемейді. Көзіңді жұмсаң болды. Гаухар үнсіз келісті. Есік ашылып, ала шапан киген ұзын бойлы еркек кірді. Жымиып амандасты. Гаухарға жұғымды адам болып көрінді. Іші жылып қалды. Қолдарын алдыға созып, айтқандарын істеп тұр. 3 рет Гаухарды құлатқан кезде күтуші әйел мен бағбан шал басын жерге тигізбей қағып алып тұрды. Сәлден соң экстрасенс екі алақанымен екі иығынан соққан кезде дереу есін жиып алды. Суф деп қолдарын ауада осқылап алды да, мына екі жанашыр адамыңа сенесің бе, деді Гаухар. Я дегендей басын изеді. Гаухар бағбан шал мен күтуші әйел мен ұзақ отырды. Басына ешқандай ой келмей қойды. Тіпті өткен өмірін де елестете алмады. Жүр, қызым, қонақтарға барайық. Кеш боп қалыпты.
Апай, мен қандай көйлек киемін деп қалай айтқанын байқамай қалды. Бәрі дайын ғой, дайын. Әй қақпас, шыға тұр сен. Қызымыз киінсін. Не дейсіз? Қақпас дейсіз бе? Деп сықылықтап күліп жүріп киінді. Екеуіне еріп астыға түсті. Ешкімді байқамайды. Өзінен өзі сықылық етіп күліп қояды. Ат шаптырым үстел басында қаланың барлық ағайы мен сығайлары отыр еді. Оларға тіпті амандаспады. Қақпа ашылып, гитара мен скрипкаларын ойнатып, бір тобыр сығандар кірді. Ай, әйелдер етектерін желбіретіп, соп деп еркектер алақандарын соғып, скрипканың үзік даусы келді құлағына. Молдастарканда шыны ыдысқа құйылған қымызға көзі түсіп еді. Желкесінде тұрған даяшы қыз байқап қалды да, алдындағы ыдысқа толтырып қымыз құйып берді. Гаухар толға ішті, тағы ішті. Айналасына қарап отыр, бұлдыр. Көз алдына біреудің анық бейнесі келмей қойды. Бұлар кімдер деді іштей. Ойлауға ғана шамасы келді. Лоқсып құса бастады. Дастархан басында ту сыртынан қапсыра құшақтаған темірдей қолдар өзін тік көтеріп, бақшаның ортасына алып барды. Гаухар қайтадан лоқси берді. Мұздай суды екі алақанына толтырып бетін жуды. Қайта жуды. Bir кезде басын көтеріп қалса, еңгезердей Дима тұр екен. Ах ты, скотина, деді Гаухар тістеніп. Оққағар селк ете түсті. Қолдары дір етті. Ах ты! Час деп қалтасынан жедей ғана қызыл құтын ұстатты. Пошел вон, деді Гаухар. Оққағар ығысып қалды. Жан-жағына қарап еді, күйеуі де ешкімде көрінбеді. Сығандар шулап жатыр. Баспалдақпен жеңіл көтерілді. Түнемелге келді де ай жарығын бүркемелеп тұрған пердені ысырып жіберді. Топ-толық толған ай кең терезеге бетін төсеп келе жатыр. Біз тағы да жүздестік пе, жарық-ай? Сол бір қарғыс атқыр түнде Қайрат алғаш рет ернімнен сүйіп, мәңгілікке ажырап кеткенімізге сен ғана куәсің ғой. Менің де Қайраттың да еш күнәсі жоғына сен ғана куәсің ғой, жарық-ай. Гаухар жан-жағына қарады. Көзі шараптың ұзын мойнына түсті. Төңкеріп еді, фужердің түбінен сәл асты. Еш қиналмастан құтының аузын ашып, 10 шақты тамшыны сілкіп құйды. Жан-жағына қарады. Үстіндегі көйлегін шешіп, анадан туғандай тыр жалаңаш болды. Табаны суық еденге тиіп, терезеге жақындады. Толықсыған айға қарап тұрып қалды. Ойланды. Қайрат жаным, алғашқы махаббатым. Мен қазір айдың ана бетіндегі анама аттанамын. Жазғыра көрме. Жарық дүниеге де дәл осылай келдім ғой, пәгедім ғой. Қайрат жанау, бұл өмірде сені ғана сүйемін, сүйіп өтемін. Менің еш кінәм жоқ қой, Қайрат жанау. Жарық ай қол созымдай жерде қалғандай еді. Фужер ұстаған қолынан біреу шап берді. Ішпе, денсаулығыңды құртасың ғой. Кешірші мені. Қаласаң, бұл қаладан кетейік. Мына дүниенің бәрі сенікі, деді Алан. Керек емес дүниенің. Әкел, ішем. Күйеуі қос қолдап ұстап, сындырардай өзіне қарай тартып, қылқ еткізіп жұтып алды. Қолындағы фужерді сындырып жіберді. Алдыға 1-2 адым жасап, сырылған пердені жұла-мұла жалаңаш Гаухарды ораған болды. Езуінен қанақты. Теңселіп тұрып жерге гүрс етіп құлады. Гаухар жерде көзі шатынап,
О дүниеге аттанған күйеуінің басын ұстап, айға қарап жылай бастады. Аулада сығандар әндетіп жатыр. Гаухар айқайлап жылады. Жыла, жыла, жыла. Бетіндегі дағы бар айда терезеден кетпей тұр. Жыла, Гаухар, жыла. Сенің көз жасың жүрегіңдегі талай жылдан бері жүрген қайғы мұңыңды, ұйқысыз өткен түндердегі жаныңды, азапқа салған ойлардың мұзын жібітер. Гаухарым менің, жыла, жыла. Менің қолдаушыларым, назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.